Келесідей мысалды қарастырамыз. Топ және де балмұздақ. Бұлар белгілі бір жылдамдықпен қозғала отырып, бір-бірімен соқтығысады. Бірақ біз бұлардың соқтығысуын қарастырмастан бұрын физикадағы соқтығыстың түрлерімен танысып алайық. Яғни физикада соқтығысудың екі түрі бар. Бұлар серпімді және де серпімсіз. Енді осы соқтығысулардың түрлеріне тоқталып кетер болсақ, бірінші серпімді соқтығыс деп отырғанымыз, бұндай соқтығыс жағдайында денелердің кинетикалық энергиясы сақталады. Яғни бұл жердегі бір ғана объектінің кинетикалық энергиясына ғана қатысты емес, бұл жерде қозғалысқа қатысы бар барлық объектілердің жалпы кинетикалық энергиясы сақталады. Ал енді серпімсіз соқтығысқа келер болсақ, бұл жағдайда денелердің кинетикалық энергиясы сақталмайды. Олай болса, осы біздің мысалымыздағы топ және балмұздақ үшін осы кинетикалық энергияның сақталу заңын серпімді және серпімсіз жағдайлар үшін жазып қарастырайық. Яғни бұл жерде кинетикалық энергия сақталады деп отырғанымыз қозғалысқа қатысатын денелердің, яғни біздің жағдайымыздағы доп және балмұздақтың соқтығысқанға дейінгі кинетикалық энергиялары мен соқтығысқаннан кейінгі кинетикалық энергиялардың қосындысы әрдайым бір-біріне тең болу керек. Олай болса жазып көрейік. Кинетикалық энергия топтың, яғни алғашқы деп отырам, соқтығысқанға дейінгі қосылған кинетикалық энергия балмұздақтың алғашқысы, бұл тең болады соқтығысқаннан кейінгі энергияға, яғни кинетикалық энергияның соңғы мәні топтың және де қосылған кинетикалық энергияның соңғы мәні балмұздақтікі. Міне, осы тепе-теңдік бізде орындалатын болса, біз осындай соқтығыстарды біз серпімді соқтығыс деп атайды екенбіз. Ал егер бастапқы кездегі доп пен балмұздақтың кинетикалық энергияларының қосындысы соңғы сәттегі доп пен балмұздақтың кинетикалық энергияларының қосындысына тең болмаса, бұндай соқтығысты біз серпімсіз соқтығыс деп атаймыз. Көбінесе серпімсіз соқтығыс жағдайында денелердің бастапқы кездегі, яғни алғашқы кинетикалық энергиясы соңғы кинетикалық энергиясынан көбірек болады. Өйткені соқтығыс барысында кинетикалық энергияның белгілі бір мөлшері энергияның басқа түріне айналып кетеді. Мысалға, жылу энергиясына айналып кетуі мүмкін. Осы серпімсіз жағдайдың мысалын қарастырып көрейік. Яғни біздің жағдайымыздағы допқа балмұздақ келіп соқтығысты. Соқтығысқан сәтте балмұздақ топтың бетіне жабысып қалды. Бұл кезде серпімсіз соқтығыс орын алады. Оның кинетикалық энергиясы жайында айтар болсақ, мысалға, осы балмұздақтың молекулаларын қарастырайық. Молекулаларының арасындағы байланыс пружина тәрізді. Және де бұл байланыстар өте аз. Осы балмұздақ өте үлкен жылдамдықпен келіп допқа соқтығысқан сәтте кинетикалық энергияның белгілі бір мөлшері осы балмұздақ молекуласының жылулық энергиясына айналады. Яғни әрбір молекула жылуға ие болады. Сол жылудың әсерінен олар өздері орналасқан нүктеде тербеле бастайды. Бұл тербелуі кинетикалық энергияның кейбір бөлігі жылу энергиясына айналғандығының әсері. Біз өмірде де байқаймыз, егер екі денені біз қатты соғыстыратын болсақ, ол денелердің қызып кеткендігін байқаймыз. Яғни ол жерде де кинетикалық энергияның белгілі бір мөлшері жылу энергиясына айналғандығын білдіреді. Енді келесі бір мысалды қарастырып көрейік. Егер біз дәл осы балмұздақты алып мұздатқышқа қойып қатыратын болсақ, онда бұлардың арасындағы байланыстырушы
бөліктері өте қатты бола бастайды. Яғни біз бұларды соқтығысқан кезде бұл допқа тиіп, екеуі екі жаққа қарай кетіп қалатындай өте қатты балмұздаққа айналады. Соның нәтижесінде олардың арасындағы байланыс та қатты бола түседі, және сәйкесінше бұл молекулалар қозғалыссыз болып қалады. Бұл жердегі балмұздақ доппен соқтығысқаннан кейін екеуі екі бағытта кетеді, және де бұл жерде серпімді соқтығыс орын алады. Кинетикалық энергияның кейбір бөлігі жылу энергиясына айналмайды. Енді нақты мәндерді бере отырып, серпімді жағдай бізде орындалады ма, әлде орындалмайды ма, соны тексеріп көрейік. Яғни серпімді жағдай орындала ма деп отырғанымыз, бастапқы кездегі доп пен балмұздақтың кинетикалық энергиясының қосындысы соңғы кездегі доп пен балмұздақтың кинетикалық энергиясына тең болады ма, соны тексеріп көрейік. Ол үшін бізге доптың және де балмұздақтың массасын білуіміз қажет. Доптың массасы бізде 0,165 килограмм болсын. Ал оның жылдамдығын 10 метр секунд деп алайық. Ал балмұздақтың массасы бізде 0,145 килограммға тең болсын, және де оның жылдамдығы 8 метр секундқа тең болсын. Енді бұлар соқтығысады. Соқтығысқаннан кейін бұл доптың массасы үлкен болғандықтан балмұздақты өзінің бағытымен, яғни солдан оңға қарай алып кетеді. Соқтығыс орын алғаннан кейін де доп бізде солдан оңға қарай бағытын жалғастырады, бірақ оның жылдамдығы азайып қалады. Мысалға, оның жылдамдығы бізде 1 метр секундқа тең болып қалсын. Бұл соқтығыс болғаннан кейінгі доптың жылдамдығы. Ал балмұздақ ол да солдан оңға қарай қозғалмайды. Допқа соғылу әсерінен ол кері қарай қозғалады екен. Жылдамдығының бағыты да солдан оңға қарай бағытталады, және де бұның жылдамдығын біз 5 метр секундқа тең деп қарастырайық. Яғни екі жағдайда да соқтығыс болғаннан кейін олардың жылдамдықтарының біз азайып қалғандығын байқап отырмыз. Енді осы мәндерді қолдана отырып, кинетикалық энергияның формуласына қойып шығарып көрейік. Кинетикалық энергия деп отырғанымыз бұл 2/1 mv квадрат формуласы. Олай болатын болса, 2/1 көбейтілген масса бізде 0,165 көбейтілген жылдамдықтың квадраты, яғни 10-ның квадраты қосылған тағы да 2/1 көбейтілген. Енді бұл жерде біз балмұздақтың массасын аламыз. 0,145 көбейтілген, оның жылдамдығы 8 метр секунд, 8-дің квадраты. Егер осының барлығын есептеп шығаратын болсақ, онда бізде бұл жерде 46,195 деген сан шығады екен. Яғни бұл энергия болғандықтан өлшем бірлігі джоуль болады. Доп пен балмұздақтың бастапқы кездегі соқтығысқанға дейінгі кинетикалық энергиялардың қосындысы 46,195 болды. Енді біз соқтығыс орын алғаннан кейінгі кинетикалық энергиясын есептеп көрейік. Тағы да 2/1 көбейтілген топтың массасы 0,165 көбейтілген. Бұл жерде біз доптың соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығын аламыз. 1 метр секунд. 1-дің квадраты қосылған 2/1 балмұздақтың массасы 0,145 2/1 көбейтілген балмұздақтың массасы бізде 0,145
және де оның соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығы ол бізде 5-ке тең, яғни 5-тің квадраты. Енді біз осыны есептеп көрейік. Бұл жерде бізде 5/195 джоуль шығады екен. Бұл жерде біз нені байқап отырмыз? Соқтығыс серпімді сияқты болып көрінеді, яғни екеуі соқтығысты және де екеуі ажырап кетті. Бірақ бұл жердегі денелердің бастапқы энергиясы мен соңғы энергиялары бір-біріне тең емес. Сондықтан да бұл соқтығысты біз серпімсіз жағдайға жатқызамыз. Енді тағы бір ескерте кететін жайт, егер денелердің бастапқы кездегі кинетикалық энергиялары мен соңғы кинетикалық энергияларының арасындағы алшақтық өте аз болатын болса, яғни бір-біріне өте жақын шама шығатын болса, оны да біз серпімді соқтығысқа жатқыза аламыз. Енді біздің жағдайымызда бұл алшақтық өте үлкен болып тұр, сондықтан да біз бұны серпімсіз соқтығысқа жатқызған едік. Ал егер бастапқы кездегі кинетикалық энергиялардың қосындысы мен соңғы кинетикалық энергиялардың қосындысы бір-біріне дәлме-дәл өте тең болатын болса, біз ондай соқтығысты абсолютті серпімді соқтығыс деп атаймыз. Ал серпімсіз соқтығыс үшін де тура сондай. Егер соқтығысқаннан кейін екі дене бірігіп, бір бағытта қозғалатын болса, ондай соқтығысты біз абсолютті серпімсіз соқтығыс деп айтамыз. Енді сабағымызды қорытындылай келе, кинетикалық энергияның сақталу заңы бұл тек серпімді жағдай үшін ғана орындалатындығын байқадық. Ал серпімсіз жағдай үшін энергияның сақталу заңы орындалмайды, яғни теңдік болмайды. Ал импульстың сақталу заңы жайында не айта аламыз? Импульстың сақталу заңы бұл екі жағдайда да орындалады. Яғни серпімді жағдай үшін де импульстың сақталу заңы жазылады, және де серпімсіз жағдай үшін де импульстың сақталу заңы орындалады.